бағалау. Бұл жерде Блум таксономиясы бойынша жазылған білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау деген. Мынаны мен дәл қазір бірінші класста қолданып жатырмын. Біздерде бағалау жоқ бірінші сыныпта, бал қойылмайды. Сонда да бала бүгінгі сұрақтар қай деңгейде тұр, мыналардың ішінде қай деңгейде тұр, соны жаңағы баланың ойына қазірден сіңіруіміз керек. Келесі екінші сынып жүрсе бал ұстап кетеді, осы кезде бала түсінбей ұстау керек та. Бал дегенде бал, үй дегенде оны ата-ана да қазірден білу керек. Мынаны қойған кезде мысалға бүгін г дыбысы болса, оны біледі. Келесі оны мен түсінді, қолдану, жұрттық жұмыс істеп қолданамыз, сонда г дыбысы біледі. Келесі талдау, мынандай түрін әкеліп едім, бұл уже бояйды. Бір бал алса біреуін бояйды, екі бал алса екеуін, нұры бол 8 бал алды. Соны мен